Шахматтан әлем чемпионаты ағылшын матч 8-ші партия. C4 ағылшын бастамасы E5, ат C3, піл B4, ат D5. Ат D5 және мына пілге шабуыл жасады. Піл E7, ат F3, негізгі орталықтағы сарбазға шабуыл, D6, G3, C6. Енді бұл атты көп адамдар шыдамайды. Сол себепті ат E7 қомағадар қатарына кірді. Алдық және піл G2, F6. Өте сауатты ойын. Себебі қара піл жоқ, оның міндетін біреу атқару керек. Рокировка, піл E6, бірден C4-тегі сарбазға шабуыл, B3, D5. Қара піл жоқ, бірақ негізгі орталықты басып алуға тырысып жатыр. Піл A3, тура рокировка, тура C1. Мына сарбазды қорғау керек. A5, ат E1, тура E8, F4. Мүмкіндік бар болса, енді әрине негізгі орталыққа шабуыл жасау керек. Ол бір. Екіншіден, әрине мына екі пілдің бар болғаны позицияны ашуға тырысу керек. EF, тура F4, DC, BC және ат G6. Тура E4, ат A6, ат C2 және уәзір C7. Қаралардың жағдайы бір қалыпты, қиналып тұрған олар жоқ. Мына ойыншылар барлығы белсенді, ат D4, негізгі орталыққа қойдық және мына пілдің қал жағдайын білгісі келіп тұр. Піл F7, D3, ат негізгі орталыққа келді және ат F3. Ат D7 алдық және тура B1. Түсініксіз шешімдердің бірі неге бұлай жүргенін түсінбедім. Бірден B5 және байқасаңыздар ақтардың жағдайы жақсы еді, бірақ кішкене сәл азайып қалды. CB, уәзір B6 шах, патша F1 және CB. Енді байқасаңыздар бұл жерде екі сарбаз, мына сарбазға қарсы, мынау қаншалықты белсенді болады, белгісіз. Піл B2, неге мына сарбазды береді түсінбедім. Енді піл A2, піл D4 және тура ат C5. Басқа мүмкіндік болды, бірақ бұлай жүрді. Тура C1 бірден мына атқа шабуыл жасау және бұлай байлау. Мына пілдің мәртебесі жоғары болуы мүмкін. Піл B3, уәзір E1 және піл E6. Жағдай қиындап баратыр. Жаңағана 0-0-8 еді, енді бірден кейін 1-41 болды. Уәзір F2 батареяны құрды және бұл батареямен мына атқа шабуылсы. Тура C8, піл E3. Дәл қазір D4 деген әрекеттің арқасында, байлау әдісінің арқасында мына турадан айырылып қалуға мүмкіндік бар. C7, ат D4, мына пілдің көзін жою, піл F7 және ат C6. Бұл енді 8 аяқ ат. Алдық және піл C5. Бұлай қарасаңыздар жағдай қиын сияқты, бірақ мына екі сарбаз және бұларды қорғайтын піл бар. Сол себепті болашаққа нық сеніммен қарайды деген ойдым. H6 енді жел көз керек болады. Міндетті түрде мына пілдің түсіне байланысты болу керек. Патша E1, B4 және уәзір D4. Ат негізгі орталыққа келді, патша D2, уәзір G2, уәзір F2, уәзір D5, уәзір D4, уәзір G2, уәзір F2, уәзір D5, уәзір D4 және уәзір A2. Гукиш тең ойнағысы кеп тұрған жоқ, ұтқысы кеп тұр, өткені мына екі сарбазға сеніп тұрған сияқты. Тура C2, уәзір E6, шах және мына қауіпті шеттегі тұратын, шетке өтетін сарбаздың көзін жойды. B3, тура C1, уәзір D5 және уәзір B4. Үнемі Арон Исаевич Немцовичтің сүйікті сөзі, өтетін сарбаз бұл қылмыскер, сол себепті міндетті түрде бақылауда ұстау керек. Уәзір G2, уәзір E4 шах, қос шах мына жерге шабуыл жасайды және мына жерге шабуыл жасайды. Алдық және B2. Тура B1, піл A2, алдық, шах және осыдан кейін ойын тең аяқталды. Түсініксіз партия. Неге мына жерде мүмкіндік болды? Мына жерде мүмкіндік болды. Бұлай емес, уәзір G2 деп үшінші рет қайталауға мүмкіндік болды. Бірақ неге бірден уәзірді A2-ке апарған түсініксіз. Жалпы бұл матч қатты қызық болып жатыр деп айта алмаймын.